Студенттер, бүгінгі біздің дәрісіміздің тақырыбы ақыл-ой тәрбиесі және оның міндеттері. Бүгінгі жоспарда ақыл-ой тәрбиесінің мәні, ақыл-ой тәрбиесінің мақсаттары, ақыл-ой тәрбиесінің міндеттері, білім беру, дамыту, тәрбиелеуге кеңінен тоқтаймыз және ақыл-ой тәрбиесінің әдістері. Ақыл-ой тәрбиесінің құралдары, ақыл-ой тәрбиесінің нәтижелері болып табылады. Ақыл-ой тәрбиесінің мәні. Ақыл-ой тәрбиесі дегеніміз бұл адамның ақыл-ой қабілеттерін дамытатын үлкен бір процесі болып табылады. Ерте жастан бастап балаға көңіл бөлу бұл баланың когнитивтік дамуына әсер етеді. Осы зерттеу бойынша, көптеген зерттеулер бойынша 25%, яғни 25%-ға дейін оң әсері ерте жастан бастап көңіл бөлгенде ғана баланың ақыл-ой тәрбиесі жақсы дамитыны түсінікті болған. Яғни бала ерте жас дегеніміз қай жас? Ерте жас дегеніміз 3 жастан 5 жас балаға сөйлей бастаған кезде баланың көңілі, тілі жетік дамып, өз ойын шығара білген кезде ойын ойнаудың маңызы өте зор болып табылады. Сол сияқты ойын арқылы бала өзінің ойын айтады, логикалық ойлау қабілеттері дамиды, проблемалар шешуге үйренеді, шығармашылық ақыл-ой тәрбиесі мен көріністері жол табады. Ақыл-ой тәрбиесінің мақсаттары. Мұнда зияткерлік әлеует, сыни ойлау және оқуға құштарлық деп бөліп қарастыруымызға болады. Яғни бұл зияткерлік әлеует дегеніміз жеке тұлғаның зияткерлік әлеуетін ашу және дамыту, оқуға деген құштарлығын кеңейту болып табылады. Өмір бойы оқуға деген құштарлық осы кішкене кезде ақыл-ой тәрбиесінің дамуы кезінде пайда болады. Кішкене кезде балаға ертегі айту, аңыз айту және сол сияқты батырлар жыры, түрлі жағдайларды, аңыз ертегілерді айта отырып, баланың ақыл-ойы дамып, оқуға деген құштарлығы арта бастайды. Сыни ойлауды қалыптастыру, ақпаратты талдау қабілетін дамыту да осы ерте жастан басталады екен. Ақыл-ой тәрбиесінің міндеттері бұл яғни білім беру, тәрбиелеу, дамыту дедік. Білім беру дегеніміз балаға ең бірінші білім берудің өзін 3 түрге бөліп қарайық. Ең бірінші ғылыми білім беру. Яғни мұнда сала бойынша математика саласы, физика, химия, биология, сол сияқты ғылыми түрде білімді бөліп қарастыру. Және әлемнің картинасы деп жатамыз. Әлемнің ғылыми картинасын қалыптастыру. Мұнда ақыл-ойы жетік дамыған бала ғана ойы шығармашылыққа толы жүйрік болып қалыптасады. Яғни адамнан айырмашылығы оның ойлау қабілеті, шығармашылығы және дарындылығы, таланттылығы болып табылады. Ақыл-ой тәрбиесінің міндеттері бұл дамыту, екінші бір міндеті бұл дамыту. Яғни ойлау аперцепциясы. Мұнда ойлауды кез келген бір мәселеде ойлай алуы және талдай алуы және оны бөле алу, синтездеу арқылы ғана ойлау аперцепциялары дамиды. Есте сақтауда қазіргі кезде зейінді тұрақтау, зейін бөлу, шоғырландыру және сол сияқты зейіннің қалыптасуы өте жоғары және пайдалы болып келеді. Зейінді белгілі бір нәрсеге бағыттау, бүкіл зейінін соған аудару нәтижесінде үлкен жетістікке жетіп жатамыз. Және сол сияқты шығармашылық ойлауды да дамытуға арналған түрлі ойындар, жаттығулар, тренингтер бар. Осы арқылы адамның ақыл-ой тәрбиесін дамытады екенбіз. Ақыл-ой тәрбиесінің тағы бір үлкен бір міндетінің бірі бұл тәрбиелеу. Яғни зияткерлік мәдениетті қалыптастыру, білімге деген құрмет, баланың бойына тәрбиелі жағын ұғындыра білуіміз керек. Және осыған жауапкершілікпен қарауды да қоса дамыта отыруымыз қажет. Ғылыми конференцияларға қатысу, кітап оқу, дебат, дөңгелек стол және сол сияқты нәрселерге қатысуда баланың ақыл-ойын, сана сезімін, шығармашылық ойын қалыптастырып отырып, оның қоғамда қалай ұстауын, өзі қай ортада қалай сөйлеуін және сол сияқты нәрселерді тәрбиелеп дамытып отырады екенбіз. Ақыл-ой тәрбиесінің әдістері. Мұнда проблемалық жағдаяттарды шешу әдісі. Ең бірінші осылай бөліп қараймыз. Екіншісі эксперименттер бақылау, жүргізу. Кез келген баланы біз
алатын болсақ, оны ұзақ уақытты оны бақылаймыз, эксперимент жасаймыз. Баланың мінезі қандай, темпераменті қандай, ақыл ойын дәрежесінің қаншалықты тұрақтылығын, зейіннің шоғырлануы және сол сияқты нәрселердің барлығын бақылап бір бөлімге, яғни жазып отырамыз. Осыны біз зерттеу әдістері деп атаймыз. Осы жиналған әдістердің нақтылап барлығынан кейін бір эксперимент нәтижесін шығарып отырамыз. Интерактивтік әдістер бұл пікірталас, ойындар ұйымдастыру, баланың шығармашылығын, басшылығын, көпшіліктің алдында ұстай алуы және де топты меңгеру және сол сияқтылар жатады. Төртіншісі қазір миға шабуыл әдісін қолдану. Яғни миға шабуыл мұнда бір мезгілде бірнеше ойындарды, бірнеше әдістерді жадта ұстау және оны қайта шығару болып табылады. Ақыл ой тәрбиесінің құралдары мұнда оқулықтар, ғылыми әдеби кітаптар, мысалды кітаптар, компьютерлік технология, осы 4 құрылым бөліп қарадық. Яғни осы құралдар ақыл ой тәрбиесін дамытуға үлкен нәтижесін көрсетіп отырады. Ақыл ой тәрбиесінің нәтижелі 15%, яғни 15% экономикалық өсім болып табылады. Ақыл ой тәрбиесіне басымдық берген елдердің экономикалық көрсеткіштері жоғары болып табылады. Яғни қазіргі заманды ақыл ой жетік, санасы биік, бір-бірінен айырмашылығы бар елдер ғана үлкен жетістіктерге жетіп, түрлі технологиялар шығарып, түрлі жетістіктерге жетіп жатыр. Яғни мұнда зияткерлік дамыған тұлға қалыптасады. Сыни ойлау және шығармашылық ойлау қабілеттері де бала осы жолында артып отырады екен. Яғни ақыл ойы жетік, түрлі идеялар қалыптастыра алатын, түрлі нәрселер шығара алатын елдердің экономикалық өсімдері жоғары болады. Яғни қорытындылай келіп, бұл тақырыпты қорытындылай келетін болсақ, ақыл ой тәрбиесі бұл әрбір адамның дамуының маңызды шарты. Бұл бүкіл қоғам үшін де қажет. Ақыл ой тәрбиесіне инвестиция бұл жарқын болашаққа салынған инвестиция болып табылады. Яғни кез келген баланың ақыл ойын кішкентай кезден бастап, ерте балалық шақтан бастап қолға алып, түрлі білімдер, түрлі ілім, ғылым, қызығушылық және сол сияқты тілдерді меңгеруге осы ақыл ойды дамыту болып табылады екен.